тамырды сүйіспеншілікпен суарып отыру керек. Ақиқат пен өмір сүріп қоғамға сүйіспеншілікпен қарасақ, бұл дұрыс әрекет. Ал дұрыс әрекет біздің жанымызда ішкі тыныштыққа алып келеді. Ал ішкі тыныштық қиянат жасамауға келеді. Қиянат жасамасақ, әр кезде бақытты боламыз. Әркез бақытты болу үшін әркім әр адамға алғысын білдіріп жүру керек. Алғыс күні Құтты болсын. Әуелгі алғысым Аллаға, жер мен көкті жаратқан, адам ата мен Хауа анадан саналы пенде таратқан. Елме білдірер алғысым халқына салған бар күшін, елбасы бастағандары жол, рухани сіңірген еңбегі мол. Айтамын алғыс әкеме, тірегім болып табылған, тек жақсыны табасын бойдағы қызыл қанына. Күн менен ай алмасып, кеш батып сүзін танытқан, айтамыз алғыс анаға, ақ сүтін бойға таратқан. Арайлы таңға рахмет, көрсеткен маған күн көзін, қызарған күнге рахмет, өткізген сәтке күн үшін. Дос деген асыл қазына, сезімін шексіз үдеткен, әуенін салып сазына рахмет айтам жүрекпен. Арайлап атқан танышым, қызарып батқан кешіме, жақсымен жақтырғаның үшін өкінемін несіне. Рахмет Алла бәріне, рахмет таным бәріне. Ренжіткен болсам кей тұста, кешірген қате санамай, алғыс айтып өтелік, уақыттың тілін бағалай. Ардақты ұстаздар, біз сіздерді алғыс айтып күнімен құттықтаймыз. Сіздерге шығармашылық табыс пен зор денсаулық тілейміз.